Елімізде алғаш рет мектеп жанынан көкөністер мен жемістер өсіруге арналған жылыжай ашылды. Енді оқушылар биология пәнінен алған теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде іске асыруға мүмкіндік алады. Бүгін нөмірі 177-ші жалпы білім беретін мектепте сондай жылыжайлардың бірінің тұсаукесері өтті. Болат Өтемұратов қорының есебінен қолдау тапқан жасыл мектептер жобасы Алматының 16 мектебінде іске аспақ. Толығырақ тілші тарқатады. Бүгін Көкжиегі ықшамауданында орналасқан нөмірі 177-ші мектепте жылыжайдың тұсаукесері өтті. Жасыл мектептер жобасы елімізде алғаш рет бастау алып отыр. Этот проект начался в этом году. Жобаны биыл алдымен Алматыда ұйымдастыруды жөн көрдік. Жалпы бұл көп жылдық бағдарлама. Әзірге еліміздің 3 қаласында жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Келесі жылы Шымкентте 20, 2023 жылы Нұрсұлтанда тағы 20 жылыжай орналасады. Жылыжайда балалар өсімдіктер әлемімен танысып, түрлі зерттеулер жүргізе алады. Сондай-ақ көкөністер, жемістер мен көкшептерді өсіруді үйренеді. Бұл оқушыларды ерте жастан эко-мәдениетке баулып, қоршаған ортаға ұқыпты қарауға дағдылануға ықпал етеді дейді мамандар. Сондай-ақ жас фермерлерді тәрбиелеп шығару да жобаның басты мақсаты. Осы қаланың балалары мен ауылдың фермерлерінің арасында жаңағы үздіксіз жол салғымыз келеді. Қазір бүкіл әлемде фермерлердің жасының ұлғаюы деген проблема тұр бүкіл әлемде. Сондықтан біз өз тарапымыздан осы балаларды оқыту арқылы осыған өз үлесімізді қосқымыз келеді. Мұнда тамшылатып суару, жылыту және жарықтандыру жүйелері автоматты құрылғылармен жабдықталған. Жаңа оқу жылында қаладағы 16 мемлекеттік мектептің оқушылары жылыжайда факультативті сабақтар өткізе бастайды. Осы жылыжай ашылғаны өте қуаныштымын. Біз жеміс жидектер, көкөністер жейміз. Бірақ біз олардың қалай өсетінін, қалай жеміс беретінін білмейміз. Сондықтан біз енді өз қолымызбен өзіміз егіп, өзіміз деген күтіп баптап, жемісін көре аламыз. Бағдарламаны толық пайдаға асыруға қордан 2 миллион ақш доллары жұмсалмақ. Назкен Еркін, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Елдегі коронавирус жайында сандар сөйлесін. Қазақстанда бір тәулікте 5000-нан астам адам COVID-19 инфекциясын жұқтырған. Оның 1000-жарымнан астамы Нұр-Сұлтан қаласында. Пандемия басталғалы елде 472 мың жағдай тіркелген. Кеше 47 адам кеселдің кесірінен келмеске кетсе, осы уақытқа дейін 4816 адам қауіпті індеттен көз жұмған. 49 мыңға жуық қазақстандық инфекциядан емделуде. 919 науқастың жағдайын дәрігерлер ауыр деп бағаласа, 126